Бауыржан Момышұлының батырлығы, ерлігі мен әскери қолбасшылық қабілеті, жазушылық таланты барша қазақ еліне мәлім. Алайда қазақтың қайсар ұлы өткен ғасырдың 30-шы жылдары Жуалы ауданының прокуроры болып қызмет еткенін көпшілік біле бермейді. Оның өр мінезі, батылдығы, әділдігі мен өмірге деген көзқарасының қалыптасуына прокуратурадағы қызметі де ықпал еткені анық. 1931-32 жылдар Бауыржан Момышұлы осы Жуалы ауданының прокуроры болып қызмет атқарған. Ол прокурорлар үшін мұндай тұлғаны үлгі тұту үлкен мәртебе әрі жауапкершілік. Біз бабаларымыздың рухына тағзым етумен қатар, олар қорғап сақтаған заңдылық пен әділет қағидаларын нығайту жолында табанды жұмыс істеуге міндеттіміз. Олардың өмір жолы мемлекетке адал қызмет етудің, ел алдындағы жауапкершіліктің және антқа берік болудың көрінісі болып табылады. Аудан прокуратурасы ғимаратында батырдың өмір жолы, майдандағы ерліктермен ұстанған қағидаларын бейнелейтін естелік бұрышы ашылды. Бұл тек құрмет белгісі емес, бұл ерлік, ер-намыс, отан сүйгіштіктің нышаны, отанға қызмет ететін әр азамат үшін бағыт-бағдар. Бауыржан Момышұлының өр мінезі мен игі қасиеттері бүгінгі құқық қорғау саласында еңбек етіп жүрген қызметкерлерге үлгі. Қазақ ұлының болмысы мен бейнесіне еліктеп, еліне жеріне адал қызмет етемін деген жас мамандар да жетерлік. Бүгінде Жамбылда жалындаған жастардың үлесі прокуратура органдарында жыл сайын артып келеді. Прокуратура органының қызметкерін жоғары атаған қадірлеуге, қызметке байланысты қиындықтарға лайықты төтеп беруге салтанатты түрде ант етемін. Лаңкесті ұстау кезінде ерлікпен қаза тапқан халық қаһарманы Ғазиз Байтасовтың есімі Тараздағы орталық көшелердің біріне берілді. Сондай-ақ қаладағы оқу-жаттығу полигонында батырдың атымен аталған. Таяуда оның өмірі мен ерлігі туралы капитан Байтасов атты көркем фильм көрермен назарына ұсынылмақ. Саладағы жалынды жастардың бірі Арманжан Әбдібеков. Жамбыл ауданының прокуратурасында қызмет ететін ол әке көрген оқ жонар демекші. Бейбіт күннің батыры, халық қаһарманының ұлы ретінде де құқық қорғау саласын таңдаған. Бүгінде Жамбыл ауданындағы атқарылып жатқан жұмыстарға өзінің сүбелі үлесін қосып келеді. Жамбыл ауданының прокуратурасының прокурор лауазымынан қызметімді бастап, қазіргі таңда міне 2 жылға жуық болып қалды. Жамбыл ауданының прокуратурасының аға прокурор лауазымында қызмет атқарудамын. Құқық қорғау органдарында қызмет атқару, прокуратура органдарына келу деген әрине ең бірінші ол мен ерлікпен қаза тапқан әкеміздің өміріне, оның жасаған қызметіне, жасаған ерлігіне қарап бой түзедік. Отбасында 2 ұлмыз. Екеумізде енді әрине әкеміз осындай азамат болғаннан кейін, халықтың, елдің баласы болғаннан кейін бізде осы жолды таңдап, халыққа қызмет ету, заңға қызмет ету жолында қызмет етеміз деп бел будық. Қазіргі таңда осы қызметті атқарудамын. Қызметте әрине түрлі қиыншылықтар, түрлі қызықтар болуда, бірақ та азаматтардың құқықтарын қорғау жолында жоғары қадағалауды жүзеге асыру жолында аянбай еңбек етудеміз. Алдағы уақытта да осы әкеміздің атағына, әкеміздің атына лайықты болып, оның атына кір келтірмей, Қазақстанның бір бетке ұстар азаматтары боламыз деп ойлаймын. Жамбыл ауданының прокуратурасының аға прокурор лауазымында қызмет атқарудамын. Мен басты бұл жақта лауазымдық міндеттеріме қоғамдық мүдделерді қорғау саласында бағытталған, яғни азаматтардың, халықтың конституциялық құқықтарын қорғау, ауданның социалдық, әлеуметтік, экономикалық, проблемалық мәселелерін шешу, олармен күресу соған бағытталған. Осы жолда еңбек етудеміз. Мысалы 2025 жылы қазіргі таңда біздің Жамбыл ауданының прокуратурасымен мен атқарып жатқан бағытта ауданның 3000-ға жуық тұрғындарының құқықтары қорғалды. Мысалы жарқын мысалдардың бірі ретінде біз айта аламыз. Инва такси қызметін бойынша біз жұмыс кестесін сәйкестендіріп, ауданның 2000-нан аса мүмкіндігі шектеулі азаматының құқықтарын қорғадық. Яғни біздің тексеріске дейін мүгедектер инва такси қызметін тек
жұмыс уақытында ғана пайдаланылса, біздің тексерістен кейін ол заңнамаға сәйкестендіріліп, инватакси қызметі мүмкіндігі шектеулі азаматтарға тәулік бойына қолжетімді болды. Прокуратура органдарында қызмет атқару мен үшін тек жай ғана бір қызмет емес, жай ғана жұмыс емес, абыройлы міндет деп есептеймін. Себебі біз күнделікті прокуратура органдарына жүздеген ондаған адамдар әртүрлі проблемалық мәселелермен қайырылады. Сол проблемалық мәселелерді шешу жолында, былайша айтқанда, күндіз-түні тәулік бойы қызмет етеміз. Кез келген уақытта азаматтарға қандай да бір көмек қажет болса, қандай да бір олардың құқықтары бұзылған жағдайда біз бірден көмектесуге дайын тұрамыз. Арманжанның отбасы да оған үнемі қолдау көрсетеді. Аяулы жары мен анасы елге қызмет етіп жүрген жас прокурорға әрдайым тілекші. Мен Арманжанның мамасы болып келем. Арманжанның папасы қайтыс болған кезде Арманжан өзі 11 жаста еді. Енді университет бітіргеннен кейін ұлым қайда барар екен, қандай қызмет атқарар екен деп көптеген өзімде сұрақтар болды. Бірақ бір күні ұлым өзі келіп, мама, мен құқық қорғау органы академиясына оқуға түсіп, осы прокуратура саласына қызмет етуге осындай ойым бар деп маған өзінің ойын жеткізді. Менен баламның өзінің таңдауына жоқ демедім. Ең бастысы өзінің қызметіне адал болып, қызметін атқарса, ел үшін, өзі халқы үшін, әкесі сияқты қызмет атқарам деп сондай таңдау жасады ғой. Сол таңдауда соңына дейін тұрып, осы аман есен болып, отбасының алдында, бауырларының алдында аман есен қызметін атқара берсін. Прокуратураның маңызды бағыттарының бірі балалардың құқығын қорғау, әсіресе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жандарға құқықтық жәрдем көрсету. Органның жемісті жұмысының нәтижесі ретінде соңғы жаңалықтарда мысал келтіруге болады. Алена Орлова жолдасымен 2011 жылдан бері үй кезегінде тұрған. Жас отбасы баспананы жылдар бойы күтуге мәжбүр болыпты. Қалалық прокуратураның араласуымен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған азаматшаның құқығы қорғалып, жедел пәтер кілті табысталды. Меня зовут Алена, я сирота. Я очень долго стояла на очереди, ждала квартиру, 14 лет. Сейчас вот у меня ребенок маленький, но я в декретном отпуске. С мужем вот по квартирам ходим, по съемным, очень тяжело было, очень тяжко. И не хватает то туда, то сюда, там себя обременяем немножко, там где-то не докупаем что-то. А вот прям нам очень повезло. Спасибо большое, огромное. Прокуратуре, конечно же. Спасибо еще раз хотел сказать прокуратуре. Прокуроры города, он очень хорошо нам помогли в этом плане. Они оперативно и быстро сработали. Очень хорошо работают. Такую квартиру нам дали. Очень хорошая квартира. Просто вообще даже слов нет. Это сегодняшний день запомнится надолго. На всю жизнь, наверное. Да. Мы очень долго стояли там на очереди. Они проверили проверку, скорее всего, это и были очень много вопросов, скорее всего, к жилищным там. И поэтому так с их помощью нам быстрее дали квартиру. Если бы они не вмешались в это вовремя, можно сказать вовремя прям, тогда бы мы еще долго стояли бы. Года 2 точно бы стояли. Спасибо еще раз огромное. Дәл осындай ұзақ уақыт бойы кезегін күткен бірнеше азамат пәтерлі болды. Бұл прокуратураның жүйелі жұмысының бірден-бір көрсеткіші. Прокуратура мемлекет атынан заңнама мен құқықтарды адамның және азаматтың еркіндіктерін қадағалап бақылайтын басты құқық қорғау органы. Бүгінде Жамбылда бұл бағыттағы жұмыстар жоспарлы түрде жалғасып келеді. Облыс прокуратурасының қадағалау жұмыстары мемлекет басшысының және бас прокурордың тапсырмасын орындауға және неғұрлым оны тиімді тәсілдерін қолдану арқылы заң мен тәртіпті қамтамасыз етуге бағытталды. Жалпы жұмысымыз ол үшін 4 кезең анықталды. Олар ең бірінші мәселелерді анықтау, кемшіліктерді жою, міндеттерді шешу және мемлекеттік және құқық органдарының жұмыстарының тиімділігіне баға беру. Ерекше назар келесі бағыттарға аударылды. Олар біріншісі қылмысқа қарсы іс-қимыл. Жалпы 2025 жылдың 5 айында Жамбыл облысы бойынша қылмыстылық деңгейі 10,9%-ға, оның ішінде ауыр қылмыс санаттары 30,2%-ға өсу байқалды. Бұл тенденция
ең бірінші, ең алдымен интернет алаяқтықтың белсенді анықталуымен байланысты отыр, яғни 383%-ға анықталып отыр. Яғни бүгінгі таңда Киберпол полиция департаментінің Киберпол департаментінің басқармасы бүгінгі таңда 12 азаматты анықталып отыр. Бірнеше эпизод, яғни 150-ден астам эпизод интернет алаяқтық жасаған азаматтарды анықтап, бүгінгі таңда қылмыстық іс аяқталып, соттың қарауына жолдадық. 6 мүмкіндігі шектеулі азаматтардың құқын қорғадық. Ол қылмыстық істерде аяқталып, бүгінгі таңда сотқа жолдадық. Жалпы осы атқарылып жатқан шаралар сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне, яғни қылмысқа қарсы іс-қимылдың, яғни оның ішінде азаматтардың өтініштерінің 100% тіркелуін қамтамасыз етіп отырмыз. Кибер және наркошектеу тарас телеграм боттары қолданудамыз. Бұл 2 жылдан астам бізде қазір жұмыс жасауда, нәтижесі бар. Бүгінгі таңда 450-ге күмәнді сілтемелер, жарнамалар, сайттар анықталып отыр. Жалпы Жамбыл облысындағы жағдай бізде 10 000 тұрғынға шаққандағы қылмыстылық деңгей, құқық бұзушылық деңгейі 40 қылмысты құрап отыр. Ол республика көлеміндегі бізде үздік көрсеткіштердің бірі, яғни 4-ші орындамыз. Жалпы республика бойынша 64 қылмыс болып есептеледі. Сондықтан бұл жұмысты ары қарай жалғастырып жатырмыз. Келесі бағытымыз бұл есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл. Облыс прокуратурасының үйлестіруімен Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментімен Тараз қаласының аумағында 2 есірткі лабораториясы синтетикалық есірткі заттарын анықтап отыр. Бұл да өткен жылға қарағанда синтетикалық есірткі заттардың айналымынан анықтау бізде 6 есеге артып отыр. Яғни өткен жылы 2,5 килограмм болатын болса, биылғы жылы ол 14 килограммға жуық синтетикалық есірткілер анықталды. Бұл да жақсы нәтиже деп айтуымызға болады. Одан бөлек бізбен атқарылған шаралардың нәтижесінде Шу өңірінде жабайы қарасора өсетін нақты аумақтар анықталып, 1000 тоннадан аса қарасора жойылды өткен жылы. Бұл жұмыс биыл да жалғасын табуда. Биыл 300 тоннадан астам қарасора жойылып отыр. Сонымен қатар ол қарасораны өнеркәсіп мақсатта пайдалану туралы ұсыныстар тиісті қазір уақытта тиісті министрліктермен қаралуда, оң нәтиже болады деген үміттеміз. Келесі бағыт ол жасөспірімдер қылмысын алдын алу жұмыстары. Бұл жұмыстарда президенттің, бас прокурордың және бүгінгі өзекті мәселелердің бірі болғандықтан үнемі біздің назарымызда. Өткен жылдың қорытындысымен Жамбыл облысы бойынша жасөспірімдер мен жас кәмелетке толмағандармен жасалған қылмыстар саны 5,4%-ға өскен болса, тиісті атқарылған профилактикалық және алдын алу жұмыстарының нәтижесінде бүгінгі таңда 42%-ға төмендеп отыр. Жалпы облыс прокуратурасы заң мен тәртіп идеологиясын ілгерілету, қоғамда құқықтық мәдениетті қалыптастыру мақсатында 350-ден аса түрлі шаралар өткізді. Бұл шаралар заң және тәртіпті өзіңнен баста, таза Қазақстан және қоғаммен байланыс секілді басты бағыттарда жүзеге асырылды. Жалпы Жамбыл облысында жыл басынан бері прокуратура мен 52 мыңнан астам азаматтардың құқықтары қорғалды. 700-ден астам тұлға әртүрлі жауаптылыққа тартылды. 5 сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Сонымен қатар бюджетке 430 миллион теңгеден астам қаражат өтеліп, 1200-ден аса жұмысшылар алдындағы жалақы бойынша 240 миллион теңге берешегі өндірілді. Мемлекет басшысы жариялаған жұмысшы кәсіптер жылы аясында қауіпсіз еңбек жобасы іске асырылуда. Оның аясында атқарылып жатқан нәтижелі жұмыстар да аз емес. Аталған жұмыстар облыс прокуратурасының заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету бағытындағы жемісті нәтижесінің бір парасы ғана. Алдағы уақытта бұл бағыттағы ауқымды жұмыстар жалғасын таба бермек.